Жыланның басына ақ құйып шығару. Ертеде бір кемпірдің жалғыз сиыры болыпты. Ол сиырын сауып, сүтін сатып күнелтеді екен. Бірде сауған сүті азая береді. Кемпір мұның себебін біле алмайды. Бір күні әдеттегідей сүтін сауып, үйіне әкеледі де, сиырды өріске қосу үшін сыртқа шығып кетеді. Жолда бір затын ұмытып, қайта айналып келсе, сүтін жыландар ішіп жатыр екен. Кемпір шошып кетеді. Бірақ олардың сүтті сүйсініп ішкеніне қарап, мейірімі оянады. Шелектің іші терең болғасын, кішкене жыландар сүтті іше алмай қиналып жатыр екен. Кемпір ертесіне сүтін кішкене ыдысқа құйып, жыланның ініне апарып қояды. Кешке ыдысын алуға барса, ішінде 2 ділда алтын жатады. Кемпір теңгелерді үйіне әкеліп сақтай береді. Біраз күн өткен соң, алтын ақшасына 3 бұзаулы сиыр сатып алады. Жаман лашығы түзеліп, үйі жасау жабдыққа толады. Кемпірдің алтын тасып жүргенін көршісі байқап, ханға айтып келеді. Хан кемпірді алдырып, алтынды қайдан алып жүрсің? Айтпесе өлтіремін деп қорқытады. Кемпір шынын айтады. Хан нөкерлерін ертіп, жыланның ұясын қаза бастайды. Бірақ қанша қазса да алтын таппапты. Хан ызаланып, шұңқырға өзі түсіп қазады. Бір кезде күрегі қатты затқа тиеді. Қараса, сандық екен. Алтын екен деп қуанып кетеді. Сандықты ашқанда қаптаған жылан шығады. Олар ханды шағып өлтіреді. Нөкерлері мұны көріп қаша жөнеледі. Ханның бір ақылды уәзірі бар екен. Ол: жылан да жақсылықты біледі. Жылы-жылы сөйлесең, жылан інінен шығады. Басына ақ құйсаң, алтынды өзі-ақ әкеліп беретін еді. Осынша қазған шұңқырың енді көріңе айналсын деп ханды көміп тастапты. Содан бастап ел арасында үйге кірген жыланға ақ құй, береке келеді деген түсінік қалыпты. Каналға жазылып, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.